Саламатсыздар ма? Мен арнайы пән оқытушысы Жаңабаева Әсем Берікқызы табиғи қоспаларды қолдану арқылы нан тоқаш өнімдерін даярлау тақырыбында зертханалық сабақ жүргізетін боламын. Сабағымыздың мақсаты білім беру, техникалық жағдайлар, еңбек қауіпсіздігі мен санитарлық нормаларды сақтай отырып, білім алушыларға ашыған қамыр шала фабрикаттарын дайындауды, одан нан тоқаш өнімдерін әзірлеудегі еңбек амалдары мен тәсілдерін үйрету, жетілдіру, білім алушыларға өз жұмыстарын үнемді ұйымдастыруды және жоспарлауды, кездесетін ақауларды уақытылы танып білуді және болдырмауды үйрету, және де тәрбиелік мақсаты білім алушылардың атқаратын жұмысына сәйкес жауаптылыққа тәрбиелеу, өз бетінше жұмыс жасауға дағдыландыру. Студенттер жүргізілген сабақ нәтижесінен келесілерді білуі керек, яғни олар ашытпалы әдіспен дайындалатын нан өнімдерінің технологиялық процесін, өнімді бөлуді және қалыптауды, ашытпалы қамыр өнімдерін пісіруді білулері қажет. Келесі слайдымыз: студенттердің қолынан келесілер келуі керек. Яғни олар технологиялық процестерді сақтай отырып, ашымалы қамырдан нан өнімдерін даярлауды, өнімнің дайын болғандығын анықтауды, ашытпалы қамырдан дайындалған нан өнімдерінің технологиялық картасы мен схемасын жасауды, және де шикізаттарды рационалды түрде жұмсауды, өнім даярлаудың технологиялық процестерін сақтауды, сондай-ақ температуралық тәртіпті сақтай отырып, нан өнімдерін пісіруді, дайын өнімді ұсыну және де жариялау болып келеді. Бүгінгі сабағымызда біз екі түрлі өнімді дайындайтын боламыз. Оның біріншісі қызғылт тоқашы және де екінші өніміміздің аты Алтай тоқашы. Қызғылт тоқашында бізге табиғи қоспа ретінде пісірілген қызылша езбесін қосатын боламыз, ал Алтай тоқаштарында табиғи қоспа ретінде пісірілген сәбіз езбесін қосатын боламыз. Яғни табиғи қоспаларды қосу арқылы біз төмен калориялы өнімді алуымыз мүмкін. Қызғылт тоқашқа қажетті негізгі шикізаттар: олар жоғарғы сұрыпты бидай ұны, ашытқы, су, қант, тұз, маргарин, пісірілген қызылша езбесі және де майлауға арналған жұмыртқа қажет болады. Келесі слайдымызда Алтай тоқашына қажетті негізгі шикізаттар берілген. Олар жоғарғы сұрыпты бидай ұны, ашытқы, су, тұз, өсімдік майы, пісірілген сәбіз езбесі және де майлауға арналған жұмыртқа. Қызғылт тоқашты дайындау технологиясына келетін болсақ, біз ең алдымен шикізаттарымызды технологиялық картада көрсетілген мөлшер бойынша дайындап аламыз, және де қамырымыз ашытқылы амалмен дайындалатын болғандықтан, біз ең бірінші ашытпамызды дайындап алуымыз қажет. Ашытпа дайындау үшін бізге ұнның 50%, судың 60% және де ашытқымыздың 100% қолданылады. Ашытпамызды ашытып, қамыр илеуіміз қажет. Яғни қамыр илеу сатысында қалған шикізаттарымызды қосып, қамыр илейтін боламыз. Одан кейін қамырымызды ашуға 2-3 сағатқа жібереміз, және де ашыған қамырға дөңгелек пішін беретін боламыз. Дөңгелек пішін беріп болып, қалбырларға өнімдерімізді орналастырамыз және де тұндыруға 40-50 минут тұндыратын боламыз, және де алдын ала 230-240 градус температурада қыздырылған пешімізге 10-12 минутқа салып пісіріп аламыз. Және де екінші өніміміз Алтай тоқашын дайындау технологиясына келетін болсақ, Алтай тоқашын дайындау технологиясы қызғылт тоқашты дайындау технологиясына ұқсас болып келеді, ал бұл жерде ерекшелігі тек қана қызылшаның орнына біз сәбіз езбесін қолданатын боламыз.
Келесі слайдта сіздерге қызғылт тоқаштың технологиялық картасы берілген, және де осы технологиялық картаға мұқият қарайтын болсаңыздар, бұл жерде шикізаттардың мөлшері берілген, және де шикізаттардың массасы 100 данаға 60 граммнан, және де 10 данаға 60 граммнан есептелінген. Алтай тоқаштарының технологиялық картасына келетін болсақ, бұл жерде де дайындалу әдісі көрсетілген, шикізаттардың мөлшері көрсетілген, сондай-ақ 100 данаға және де 10 данаға 50 грамм салмақта өнімдерімізді пісіріп аламыз. Және де сіздерге жаңа сабағымызды әрі қарай түсінікті болу үшін сіздерге бейнероликті көруді ұсынамын.
Енді сіздермен өндірістік жағдайлар және оларды шешу жолдарына тоқталатын боламыз. Мына жерде алдарыңызда сұрақ берілген, ал сол сұрақтардың жауаптары жұлдызшаның ішіне жасырылған. Бірінші сұрағымыз: қамыр тым тұзды немесе тым тәтті? Осы кездегі сіздің әрекетіңіз қандай болуы қажет? Айтатын студенттер болса, жауап беріп отырамыз. Мен айтсам бола ма? Иә, әрине. Ашырметова Муниса. Тұзсыз немесе қансыз қамыр илеп, жаңа тым тұзды немесе тым тәтті қамырға байланыстыру керек. Өте дұрыс. Тым тұзды немесе тым қансыз қамыр илеп, жаңағы қамырмен байланыстыруымыз қажет. Жарайсың. Қамыр салқындап қалды және ашыту процесі жеткілікті қарқынды жүрмей жатыр. Осы кездегі сіздің әрекетіңіз қандай болуы қажет? Апай, мен айтсам бола ма? Иә, әрине. Азатова Рухшана. Қамырды 30 градусқа дейін қыздыру қажет. Өте дұрыс. Келесі сұрағымыз: қамыр 45 градустан жоғарғы температураға дейін қызған және көтерілуге келмейді. Осы кездегі сіздің әрекетіңіз қандай болуы қажет? Қамырды 30 градуста салқындату және одан жаңадан дайындалған ашытқы қосу керек. Өте дұрыс. Келесі слайдқа көшеміз. Біз жаңа материалды бекіту мақсатында сұрақ парадокс түрінде мен сіздерге сұрақ беремін. Соған «я» немесе «жоқ» деп жауап қатуларыңыз қажет. Араластырылған ашыма 27-29 градус температурада болуы қажет. Келісесіздер ме? Иә. Өте дұрыс. Екінші сұрағымыз: ашытуды жылдамдату үшін 10% қант қосады. Келісесіздер ме? Жоқ, 4 градус Жоқ, қосылады. келіспейміз, иә. Яғни біз 4% қант қосуымыз қажет. Келесі сұрағымыз: ұнды илеу ұзақтығы 15 минутты құрайды. Келісеміз бе? Иә. Иә. Иә, өте дұрыс. Келесі сұрағымыз: қамыр 2-2,5 сағатта көтеріледі. Жоқ. Иә, дұрыс. Иә, өте дұрыс. Иленген қамырдың температурасы 20-26 градус аралығында болуы керек. Келісеміз бе? Жоқ. Жоқ. Жоқ, дұрыс емес, иә. Яғни ол 29-32 градус аралығында болуы қажет. Сұрақ парадокстың жауаптары алдарыңызда берілген. Осы жерден тексеріп алсаңыздар болады. Және де жаңа сабағымызды бекіту мақсатында сіздерге Clio әдісін қолданатын боламыз. Осы суретте берілген өнімдердің орыс тіліндегі және де ағылшын тіліндегі атауларын жазып, CollegeStation платформасына жүктейтін боласыздар. Сондай-ақ сіздерге тест тапсырмалары берілді, яғни тест тапсырмалары ретінде 5 сұрақ берілді. Осының да жауабын Station платформасына жүктеулеріңіз қажет. Және де өзіндік жұмыс ретінде 4 сұрақ берілді. CollegeStation платформасында мен сіздерді бағалайтын боламын. Осымен бүгінгі сабағымыз тәмам. Назарларыңызға рахмет.